Қазіргі қоғамда діннің рөлі мен маңызы күн сайын артуда. Сондықтан біздің мемлекетіміз дін саласындағы кадрларды даярлау ісіне ерекше көңіл бөліп келеді. Отандық теологиялық оқу орындары шетелдік діни білім беру нысандарынан кем түспейтінін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Яғни елімізде жоғары деңгейде діни білім алуға барлық жағдай жасалған. Атап айтқанда, бүгінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті дінтанушы мамандарын әзірлеуде. Ал Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университеті қазіргі уақытта еліміздің белді діни оқу ордасына айналды. Аталған білім ошағы бәсекеге қабілетті дінтанушы, исламтанушы мамандарды даярлауда. Сонымен қатар Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде теология факультеті ашылып, онда теология және дінтану саласының мамандары оқытылуда. Тағы бір жаңалық. Елімізде алғаш рет Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде дін психологиясы бағыты бойынша магистратура бағдарламасы іске қосылды. Айта кету керек, бұл жоғары оқу орындарынан бөлек елімізде 9 медресе колледж жұмыс істейді. Осы ретте ата-аналар мен талапкерлер Қазақстанда да сапалы діни білім алуға мүмкіндіктері жоғары екенін білулері керек.